Құрметті білім алушылар, сіздердің назарларыңызға ландшафттық дизайн білім беру бағдарламасы бойынша оқитын білім алушыларға интерьерлерді көгалдандыру пәнімен таныстыру. Мен осы Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің аға оқытушысы Денисбаев Серік Идрисович боламын. Интерьерлерді көгалдандыру пәнді оқыту мақсаты білім алушыларды әртүрлі мақсаттағы бөлмелердің интерьерін көгалдандырудың дәстүрлі формаларымен, заманауи тенденцияларымен таныстыру. Жабық өсімдіктердің көмегімен интерьер дизайнының ерекшеліктерімен танысу, бау-бақша, саябақ және ландшафт құрылысы саласындағы инженердің кәсіби дайындығы. Білім алушылардың әртүрлі интерьер түрлерін көгалдандыру бойынша теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын игеруі және әртүрлі интерьер түрлерін көгалдандыру үшін қолданылатын өсімдіктердің түрлерінің әртүрлілігін зерттеу. Жабық және гүлді өсімдіктердің негізгі ассортиментімен, олардың ерекшеліктерімен, өсіру әдістерімен танысу. Жабық өсімдіктерге күтім жасау бойынша практикалық дағдылармен дамыту дағдыларды. Жабық өсімдіктердің шығу тегі, морфологиялық, биологиялық ерекшеліктері туралы білім алу. Биологияның бірқатар бөлімдерін зерттеу кезінде бөлме өсімдіктерінің әртүрлі өкілдерін демонстрациялық материал ретінде пайдалану бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру. Мына көріністе сол мына интерьерлерді көгалдандыру көрінісі сіздердің назарларыңызға берілген. Интерьерлерді көгалдандыру пән оқудың міндеттері: біріншіден, білім алушылардың жабық интерьер көгалдандыру саласында білім мен практикалық дағдыларды игеруі. Екіншіден, бөлме өсімдіктерінің кең таралған түрлерінің морфологиялық, экологиялық, биологиялық және сәндік қасиеттерінің жүйелі орналасуы мен әртүрлілігін зерттеу. Үшіншіден, әртүрлі типтегі интерьерді көгалдандыру ерекшеліктерімен танысу. Төртінші міндеті: интерьер өсімдіктерін өсірудің агротехникасын меңгеру. Пәннің негізгі міндеттері бұл құмыра өсімдіктерінің экологиялық тұрақты және эстетикалық экспрессивті композицияларын жобалау дағдыларын және интерьерді көгалдандыру бойынша жұмыстарды жүзеге асыруға қатысты білімді, әртүрлі функционалды мақсаттағы интерьерді көгалдандыру үшін қолданылатын жабық өсімдіктердің ассортиментін білу. Қойылған мақсатты іске асыру үшін мынадай келесі міндеттерді шешу қажет. Интерьерді және пайдаланылатын шатырларды көгалдандыру саласында қолданылатын негізгі ұғымдарды, терминдерді, әдістерді ашу. Елімізде және шетелде интерьерлер мен пайдаланылатын шатырларды көгалдандыру саласының өзектілігін анықтау. Интерьерді көгалдандыру және пайдаланылатын шатырларды көгалдандыру бойынша халыққа қызмет көрсететін ұйымдардың қызметін қорытындылау. Интерьерге және пайдаланылатын шатырларды көгалдандыруға арналған өсімдіктердің ассортиментін талдау. Ведомство шатырларды көгалдандыруда қолданылатын жабық, контейнерлік және өсімдіктерді күтіп ұстау, өсіру, қалыптастыру ережелерін зерттеу. Жабық және бақша өсімдіктерінің композициясын жасауда қолданылатын ережелерді, әдістерді, технологияларды және материалдарды қарастыру. Қысқы бақтардың, балкондардың, террастардың, жылыжайлардың, пайдаланылатын шатырлардың құрылымы мен ықтимал көгалдандыру үшін танысу. Қысқы бақтар мен жасыл шатырларды орнату бойынша нормативтік құжаттарды зерделеу. Көгалдандырылған интерьерлер мен пайдаланылатын шатырларды жобалау әдістерін зерттеу. Мына көріністе де мына сол интерьерлерді көгалдандыру нысаны назарларыңызға ұсынылған. Пәннің сипаттамасы: пән қолайлы санитарлық және гигиеналық жағдайлар жасау, жақсарту үшін жабық және ашық топырақ өсімдіктерінің биологиялық, экологиялық ерекшеліктерін пайдалана отырып, интерьерлер мен пайдаланылатын шатырларды ішкі абаттандыру және көгалдандыру жөніндегі іс-шаралар жүйесін әзірлеу бойынша білімге негізделген қалалық ортада болу жайлылық деңгейі, оның жалпы эстетикалық байытылуы. Оның назарларыңызға тағы да сол интерьерлерді көгалдандыру нысаны назарларыңызға ұсынылған.
Оқыту нәтижелері мен құзыреттіліктерге жатады. Кәсіби құзыреттіліктер құрылысты ұйымдастыру және аумақты инженерлерін дайындау кезеңінен бастап объектіні пайдалануға бергенге дейінгі жобаларды іске асыру мүмкіндігі. Мемлекеттік шет тілдерінде, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде грамматикалық білім мен сөйлеу құралдарын пайдалана отырып, тұлға аралық, мәдениет аралық және кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдау, жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілікті, азаматтықты, дене шынықтыруды, сыни ойлауды, шығармашылықты және ынтымақтастыққа дайындығын көрсету. Кескінді жасау техникасы мен әртүрлі графикалық материалдар мен жұмыс технологиясын, машиналар мен жабдықтардың құрылымдық схемасын, модульдік машиналарды, механизмдерді және құралдарды операциялық есептеу принциптерін ажырату. Орман шаруашылығын және орман шаруашылығы объектілерін жобалау кезінде нақты техникалық шешімдерді қабылдауды негіздей алады. Қаладағы экологиялық факторларды ескере отырып, жасыл аумақтар жағдайын бақылау үшін мониторинг әдістерін қолдана алады. Сайтқа сауалнама жүргізуге қабілетті мамандандырылған нысандар, оқиғаларды мазмұнына қарай тағайындау, конструкциялық материалдарды дұрыс таңдау, конструкцияларды жобалау және салу талаптарын анықтайтын нормативтік құжаттарды пайдалану. Өсімдіктерді көгалдандыруға пайдаланудың тарихи алғы шарттарын, интерьердегі гүл композицияларын жасаудың әдістерін, тәсілдерін және стильдік тенденцияларын, ерекшеліктерін, интерьерді көріктендірудің негізгі бағыттары мен перспективаларын, көгалдандыруда қолданылатын өсімдіктердің ерекшеліктерін және оларға күтім